Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар мен оқушылар. Бізде қазір тікелей эфир қазақ тілі апталығының жабылу салтанаты. Біз бір апта бойы қазақ тілінің қадірін ұлықтап, түрлі іс-шаралар өткіздік. Енді міне сол еңбектің қорытындысын атап өтпекпіз. Бүгінгі біздің іс-шарамызда Томирис Би Креатив Скулының оқушылары өз өнерлерін көрсетті. Ғайша Нұрлан қызының дайындауымен 11-ші В сыныбының атынан ұшқан ұя атты көріністі тамашаладық. Қазақша жылға айыруды, ай мен күн аттарын, жыл аттарын жаттатты. Біздің мектебіміздің кішкентай жарқын жұлдызы Жолдас Дильназ өз өнерін көрсетті. Алмат Сапай, сізге осы апталық бойынша кішкене сауалнама алып кетсем, осы апталық өз мақсаты бойынша өтіп жатыр ма? Кішкене пікіріңізді білдіріп кетсеңіз. Осы тілі менің ғасырларға аманат апталығы аясында оқушылардың тілге деген сүйіспеншілігі артып, ұйымдасқан түрде өте керемет апталық өтті деп айта аламын. Сонымен қатар шығармашылық тұрғыдан оқушылардың өзін дамытуға үлесін қосқан керемет апталық болды деп. Рахмет апай. Апай, қазақ тілі апталығы сізге не берді? Саламатсыздар ма, қайырлы күн. Рахмет. Ең алдымен де тілім ғасырларға аманат атты апталық бүгін өзінің жабылу салтанатын көрсеткен болатын. Жоғары деңгейде бір апта бойына бізде ұстаздарымыз сыныптан тыс шара сонымен қатар ашық сабақтар берген болатын. Жалпы қазақ тілі апталығы маған бергені бұл рухани бай мұра десем қате айтпаспын. Өйткені бұл пәннің ішінде біз білетініміздей салт дәстүрлеріміз, әдебиетіміз, ғасырлардан аманат етіп келген жазушыларымыздың хаты дегендей, осының барлығын сабақ барысында тәжірибелі ұстаздарымыздан көрген болатынбыз. Соған байланысты менің айтарым үлкен рухани бай мәдени мұра берген болатын. Рахмет. Апай, қазақ тілі апталығы сіз үшін несімен есте қалды? Қазақ тілі апталығы осы бір апта бойы біздер барлық мұғалімдер өзінің деңгейінде жоғары ашық сабақтар өткізді. Ашық сабақтардың бәрі жоғары деңгейде өтті. Тәжірибесі мол мұғалімдерден біз тәжірибе алмастық. Апталық өз мәресіне жетті деп ойлаймын, өте жақсы болды. Бүгінгі мына жабылу салтанатындағы оқушылардың Бауыржан Момышұлының 115 жылдығына орай ұйымдастырған Ұшқан ұя повесінің қойылымы да өте жоғары деңгейде өткен. Барлық мұғалімдерге рахмет айтамын, қатысушы оқушыларға